911, what is your emergency? What is going on? Hello? My mom was shot. Who has a knife? My sister. Where is your sister? Quick! What? I got everyone come and see, honey. Where is your sister? Бұл оқиға Америка Құрама Штаттарында орын алған екен. 1994 жылы Сабрина Цунич Американың Кливленд қаласында дүниеге келген. Бірнеше рет істі болған, ішкілікке, нашақорлыққа, алаңсыз тәуелді болған ата-анасы бұл қыздың туылғанына қуанбаған, тіптен мән де бермеген. Қайта кішкентай сәби олардың үйреншікті өміріне кедергі келтіретін. Қызы жылап, мазасын алмас үшін анасы оның бөтелкесіне сүт пен алкогольді араластырып, құйып беріп, ұйықтатып тастап кететін. Сабрина 4 жаста болғанда оның ата-анасы тонау ісі бойынша жауапқа тартылып, екеуі де сотталады. Әжесі немересін өз қолына алады. Алайда ол да кішкентай қызға мейіріммен қарамай, оны жек көретін. Сабрина Уиклиф орта мектебіне оқыды. Онда ол бірден бұзық, төбелескіш ретінде өзін көрсетіп, мұғалімдердің көзіне түсіп, үнемі ескерту алып отыратын. Ол сабақтан қалып, тіпті ұлдармен де төбелесетін. Әрине, оның достары да болмады. 12 жасында қыз әжесінің жинаған ақшасын ұрлап кетіп, ол немересінен бас тартады. Содан кейін Сабрина бірінші рет патронаттық отбасыға беріледі. Бірақ ол өзінің дөрекі әрі бұзақы мінезімен ұзақ тұра алмады. 2 жыл ішінде Сабрина 20 шақты отбасында тұрып, ешқайсысына сыймады. Тек 2011 жылы Кнофель отбасы оған өз есігін айқара ашып, қуанышпен күтіп алады. Лиза Кнофель әлеуметтік қызметкер, 41 жасында жетім балаларға арналған интернат үйін басқарады. Ол қыздың шатақ мінезі бар екенін, ешкім оны алмай жатқанын естіп, өзі тәрбиелемекші, әрі оған көмектеспекші болып шешім қабылдайды. Лиза 42 жастағы күйеуі Кевинді қиын жасөспірімді отбасына қабылдауға көндірді. Ол Сабринаға махаббат пен қамқорлық жетіспейтіндігін айтып, оған жаңа өмір бастауға көмектесетініне кәміл сенді. Үйтіп, 17 жасар Сабрина осы Кнофель отбасына келіп бірден махаббатқа бөленді. Осы үйдің 2 қызы, 13 жасар Меган мен 2 жасар Хейли ата-анасынан үлгі алып, өз отбасына жаңадан қосылған Сабринаға қуанып, құшақ жая қарсы алды. Кешегі қиын, бұзақы жасөспірім қыз енді жаңа бақытты өмірді бастады. Мектептегі үлгеремі де жақсарды. Ол енді үйден қашқысы келмеді. Керісінше, ол барлық бос уақытын жаңа отбасымен өткізуге тырысты. Сабрина Лизамен жақсы қарым-қатынаста болды. Бірақ Кевинмен көбірек сырласатын. Ол мені үнемі қолдайтын досым, әкем болды. Мені ешқашан сынамайтын. Мен шынымен өз орнымды тапқандай сезіндім, деді кейін Сабрина. Жыл бойы отбасы тамаша үйлесімділікпен өмір сүрді. Сырттан қарағанда өте бақытты көрінетін. Табиғатқа саяхат, киноға бару, кешкі ас кезіндегі отбасылық әңгімелесу Кнофельдер отбасы өмірінің ажырамас бөлігі болды. Сабрина 18-ге толғанда ол өздігінен бөлек шығуына болатын еді. Бірақ ол осы үйде қалуды таңдады. 2012 жылы 16 қарашада отбасының әкесі кезекті іс сапарға кетеді. Ал Лиза қыздармен үйде қалды. Ұйықтауға барлығы өз бөлмелеріне кетті. Бірақ түнгі 1:15-те Сабрина қолына 40 сантиметрлік пышақ ұстап анасының бөлмесіне кіреді. Әйелдің жан айқайын үлкен қызы Меган естіп, бөлмесіне кіріп, анасын пышақтап жатқан Сабринаны көріп, анасын арашалап алғысы келгенімен әлі келмей, дереу құтқару бөлімшесіне қоңырау шалады. Ол менің анамды ұрды, оның қолында пышақ. Өтінемін, көмектесіңіз, әпкем оны өлтірмекші, деп жылады Меган. Оқиға орнына полицейлер тура 15 минутта жеткенімен
Лизаға көмектесе алмады. Уге қызы оған пышақпен 178 рет соққы жасағандықтан тілге келместен сол жерде көз жұмған. 3 жасар Хейли де анасының айқайын естіп келіп, қанды қылмысты көзімен көріп, қорыққанынан шкафтың ішіне тығылып қалған. Полиция дереу көрші бөлмеде отырған Сабринаны қамауға алды. Оның беті, киімі, денесі қаннан көрінбеді. Ол қойылған сұрақтарға жауап бермей, тек мен ол жерде болмадым дей берген. Кевин үйіне қайтқанда полиция оған болған жайтты айтып берді. Оның сабырлығы, енжарлығы полиция қызметкерлеріне оғаш көрінді. Олар үйден шыға бергені сол еді. Кевин дереу сақтандыру компаниясына қоңырау шалып, әйелінің өмірін сақтандырғаны үшін $800,000 төлем алған. Ол бірден Флорида қаласынан сәнді әрі зәулім үй, бірнеше көлік алды. Және бұрын үнемі ақшасы жетпейтін арманындағы жеке ұшу сабақтарын бастаған. Осы уақытта Сабрина темір тордың ар жағында еді. Тергеу барысында еш сұраққа жауап бермей, үндемей отыратын. Тек Кевин туралы сөз қозғағанда ол қайда, неге ол маған келмейді, уәдесінде неге тұрмайды деп алаңдаған. Тергеушілер бұны байқап, Кевиннің Флоридаға көшіп кеткенін, бәрін ұмытып, қазір ол өзінің ең жақсы күндерін өткізіп жатқанын айтты. Торға қамалған Сабрина бұл ақпаратқа ашуланып, бар шындықты айтуды жөн көрді. Оның айтуы бойынша, бір жыл бұрын Кевиннің жұмыстан шаршап келген көрген Сабрина оның аяғына массаж жасап бермекші болады. Массажды аяғынан бастаған ол, әрі қарай сан уқалап жатқанында өгей әкесіне ұнап жатқанын байқайды. Осы сәттен бастап екеуі төсек қатынасына түскен екен. Кейін Кевин Сабринаны көлікпен мектепке апарамын деп шығып, көлікте, қонақ үйде тұрақты түрде жыныстық қатынасқа түсетін болған. Сезімдерінің күшті болғаны соншалық, осы кездесулердің бірінде Кевин Лизамен енді тұра алмай ажырасқысы келіп жүргенін, бірақ ол кезде үйді және қыздарын бөлу процесі ұзақ уақыт алатынын, тірі Лизадан өлі Лиза қымбат деп айтқан көрінеді. Ол өлген кезінде екеуі $800,000 алып, жаңа бақытты өмір бастамақшы болған. Кевин Сабринаны Лизаны өлтіруге көндіреді. Оған пышақ сатып алып беріп, қалай, қай жерінен ұру керектігін үйретеді. Жоспары бойынша, қыздары ұйықтап жатқанда Лизаны өлтіріп, үйдегі бағалы заттарды алып, үйді шашып, терезені сындырып, ұрлықшы кіріп шыққандай қылуы қажет. Ал егер ұсталып қалса, онда ақыл есі дұрыс емес адамның ролін ойна деп кеңес берген екен. 2013 жылы 43 жастағы Кевин Кнофель қамауға алынды. Оған кісі өлтіру үшін сөз байласу бойынша айып тағылды. 2014 жылы көктемде сот отырысында Сабрина асырап алған әкесіне қарсы куәлік берді. Бірақ оның қорғаушысы оның бәрін ойлап тапты, және олардың арасында ешқандай байланыс жоқ деп далаусуын жалғастырды. Екеуінің қарым-қатынаста болғаны туралы ешқандай дәлел жоқ. ДНК, бейнетаспа және ештеңе жоқ. Жалғыз дәлел ол қыздың оқиғасы. Оны ойдан шығарды, деген Кевиннің қорғаушысы. Алайда, отбасылық достары сот отырысына келіп, екеуінің арасындағы қарым-қатынасты растайтын дәлелдерді айтқан сәтте, ақтау тактикасын өзгертіп, асырап алған қызымен байланысын жоққа шығармайды. Енді ол әйелін қызғаныштан өлтірді деп мәлімдеді. Бұл сәтсіз теориясы келесі теорияға ұласты. Ол бойынша Лиза күйеуінің асырап алған қызымен қарым-қатынасы туралы біліп, Сабринаны үйден қуып жібермекші болған. Сол сәтте Сабрина өлтірген көрінеді. Осылайша, әр сот отырысында Кевиннің сөзі өзгере берді. Ол өз-өзіне ор қазып жатқан түсінбеді. 2014 жылы 11 маусымда Кевин Кнофель
барлық тағылған айыптар бойынша кінәлі деп танылып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Оның көңілдесі әрі сыбайласы Сабрина барлық кінәні мойындағанымен, оған да өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Үкім шығарар алдында Сабрина: «Мен жасаған істерім үшін өкінемін. Лизаға мен опасыздық жасадым. Өз әрекетіме қаншалықты өкінетімді және ар-ұжданымның мен қаншалықты қинап жатқанын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен қатты өкінемін. Кешіріңіз», деген екен.